Сәлем достар, бізді қоршаған әлем таңғажайып құбылыстарға, ерекше заттарға толы. Қабыл алыңыздар, кезекті әлемдегі ең ерекше адамдар топтамасын назарларыңызға ұсынамын. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ник Вуйчич. Тумасынан тетра-амилия синдромына, яғни туылғаннан қол-аяғы жоқ, өте сирек кездесетін аурулардың біріне шалдыққан. Австралия елінде туылған ұлты серб Ник Вуйчич бүгінде әлем жұртшылығын өзінің сабырлығымен, өзін жаратқанның сынағына төзе алған қайраттылығымен таң қалдырған ерекше адам. Сонымен қатар, бүгінде өзінің талантты мотивациялық үгіт-насихат жұмыстарымен айналысатыны да шын құрметке лайық. Өзінің физикалық кемшілігіне қарамастан, Ник сәби ретінде дені сау бала болып дүниеге келеді. Ата-анасы баласына үнемі қолдау көрсететін. Австралиялық Виктория штатының мүгедектер туралы заңына өзгертулер енген кезде, Никтің орта мектепте білім алуына тура келеді. Ник 9 жасында жанындағы адамдарды қинағанын сезіп, өз өмірмен қоштаспақшы болады. Осы іс-әрекеттің қателік екенін ұққан Ник 1999 жылдан бастап аяқ қолсыз өмір атты коммерциялық емес ұйым ашып, Құдай сөзін насихаттаушы ретінде әлемге таныла бастайды. Ең кәрі атлет. Үндістан елінің 101 жастағы тұрғыны Ман Каур ерекше апа. Ол 100 жасында Ванкувер елінде болған жасы үлкен адамдардың арасындағы турнирде 100 метрлік қашықтықты 90 секундта жүгіріп, алтын жүлдеге ие болған. Ман Каур жүгірумен тек 8 жыл бұрын айналыса бастаған екен. Ол әртүрлі турнирлерде 17 алтын жүлдеге ие болған және осы жетістікпен тоқтап қалмай, спортпен айналысуды жалғастыратынын айтқан екен. Ең жүрек жұтқан адам. 31 жастағы норвегиялық Эскел Ронингсбакен экстремалды теңгерімді теңестіруді жүзеге асыратын әлемдегі ең ерекше трюк орындаушылардың бірі. Ронингсбакен әлем көрмеген ең қауіпті теңгерімдік трюктерді орындады. Биіктігі 1000 метр болатын жартастарда канат тартып, аяғын жоғары көтерген күйі өте алады. Тіпті ол ұшып бара жатқан әуе шарында тепе-теңдік сақтаған. Ронинг әлемнің ең қауіпті кез келген жерінде тепе-теңдікті сақтай алады. Көп сөз айтпасақ та, мына суреттерден оның ерекше адам екенін байқай аласыз. Ең ұзын бойлы жігіт. ақш-тың Мичиган штатында тұратын 20 жастағы Брок Браун ресми түрде әлемдегі ең биік жасөспірім. Ол балабақшаға барғанда бойы 157 см болған. 17 жасында жігіт 2 метр бойымен Гиннестің рекордтар кітабына енген. Броктың қазіргі кездегі бойы 2 метр 35 сантиметрді құрайды. Өкінішке орай, Броктың бойының өсуі Содос синдромы және церебралды гигантизм ауруына шалдығуынан екен. Бұл оның қалыпты өмір сүруіне қиындық туғызады. Жыл сайын жігіттің бойы шамамен 15 сантиметрге өседі екен. Сақалды қыз. Ұлыбритания тұрғыны Харнаам Каур әлемдегі ұзын сақалды ең жас бойжеткен атанды. Оның бұл жетістігі Гиннестің рекордтар кітабына енген. Британдық Слау қаласының 25 жастағы тұрғынының сақалы 15 сантиметрден асады. Харнаам Каур көп жылдар бойы өзінің сырт келбеті үшін қорлық көргендіктен сақал өсіре бастағанын айтады. Ағылшын басылымдары британдық азаматшасының сирек кездесетін Штейн-Леванталь синдромына шалдыққанын алға тартуда. Бұл аурумен ауыратын әйелдердің қанында ерлер гормоны көбейеді екен. Салдарынан әйел адамның бетінде сақал, мұрт өсе бастауы мүмкін. Назарларыңызға рахмет. Видеоға лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Және мына жердегі қоңыраушаны басатын болсаңыздар, арнамызда жаңа видео шыққан уақытта ұялы телефондарыңызға хабарлама келетін болады. Сіздермен бірге болған Q-Life арнасы.
Келесі видеода жолыққанша аман есен болыңыздар.